Қалайсыңдар, амансыңдар ма? Біз вертолетпен кеткен жоқпыз, вертолетке май жоқ дейді. Күтіп қайтайық деп жатырмыз. Апамыздың су тасқыны кезінде күлдіріп тұрып жылататын әзілі, бұл видео әлеуметтік желіде біраз қаралым жинап, адамдар көптеген қызықты пікір жазып, әлеуметтік желіде талқылаған болатын. Солардың бір қатарына назар аударып тыңдап көрсек. МС Сайлаубек жүр дегендей болды ғой, апам қатырды. Әдейі мінгізіп түсіріп жатыр. Адреске келіп түсірдік деп отчет беру үшін. Бензині жоқ болса неге мінгізеді? Масқара, өмірінде бір мінейін деп еді, ол да бұйырмады. Ятай. Күліп отырып жылайтын әңгіме екен. Май жоқ, еш нәрсеге дайын емес. Масқара. Қашан біз дамыған мықты елдің азаматтары болып басымызды тік көтеріп мақтанып жүреді екенбіз. Қашан еліміз дамып көзбояушылыққа емес, шын мәнінде халқына жаны ашиды екен. Қашан бізде халқына еліне жаны ашитын адамдар келеді екен үкіметке. Да өздері мініп құртқан шығар, басшы сымақтар. Охотаға шығып құртқан шығар майын. Интернетті ашып қарағанға қорқатын болдым. Ашсам болды, зар еңіреп жылаған халық. Не өрт, не құрғақшылық, не топан су, не істен шыққан ТЭЦ. Зардап шегіп бейнет көріп жатқан қарапайым адамдар. Биліктегілер қолдарынан ештеңе келмесе өз еріктерімен креслоларынды босатып, іске жандарға жол берсендерші. Тым болмаса болашақ ұрпақтарының алдында ұялсандаршы. Құрттыңдар ғой бүтіндей бір мемлекетті. Жандарым-ау, іштері тола жай күліп отыр ғой. Алла хайырлы етсін. Бұлар майдың да ақшасын жеп қойған шығар, халықты әбден жынды қылдау. Баяғда біреу айтты деген, ашынғаннан соңында жынды болдым деп, ұятсыз үкімет. Дефиле жасап жүрме? Күйіктің де күлкісі бар деген, қасқа. Өрт болса пожарны келеді, суы жоқ. МЧС келеді, вертолетін майда жоқ. Бізде еш нәрсеге таң қалуға болмайды. Ай қазағым ай барлық жағдайдан шоу жасайды. Позитивная татешка. Вертолеттің де майында ішіп қойған ғой. Күйіктің де күлкісі бар ғой, қандай жағдайда үйсіз қаңғырып қалды қарапайым адамдар. Позор-ай. Үкіметке фото-видео отчет жіберілген болар. Тікұшақпен 20 мың тұрғын эвакуацияланды деп. Осы фото отчет деген пәле болды ғой. Алапат өрт болып жатса, пожарныйдағылар фото отчет деп шығарып қойған баяғыда. Сол кезде мынаған күлейін бе, жылайын ба деп едім. Мына видеода сол болды ғой. Тікұшаққа кіріп шыққандарын суретке түсіріп фото отчет жасаған ғой үкімет. Масқара. Эвакуациялар бітті. МСМдердің бәрі қайтып кетіпті, КамАЗдардың бәрі. Қазақ 30 жыл тәуелсіз ел болса да, мұнайдың үстінде тұрса да, халық әлі жылап келеді. 5 соттық жерді де тегін ала алмай келеді. Жақында Есқара атты бауырымызда жер туралы ән шығарып, халықты билетіп тұрып, шындықты айтқан болатын. Тыңдап көрейік. Міне қара, шексіз дала, ие соның қазақтар ғана. Түрлі таулар, бақша баулар, көстік бесін бізге жаулар. Шалқар көлдер, асу белдер, қазақта көп бос жатқан жерлер. Бірақ осы байтақ жерде 5 соттық жер жоқ қой менде. Ел басындағы ағаларымыз ойланып, халқымыздың жағдайы жақсарғай, біздегі тілек осы. Ола деп таң